Мен ең біріншіден президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының атына мен үндеу жасағым келеді. Ең біріншіден Қасым-Жомарт Кемелұлы, мынау қазір үлкен доданың алдында тұрмыз. Сайлауға сіздің бағдарламаңыз бар. Ол бағдарламаны іске асыратын командамыз бар. Мен де сіздің командаңыздың құрамындамын. Бағдарламаның негізгі мақсаты халықтың жағдайын жақсарту. Жалпылай айтқанда. Мынау рахат базарында қызмет жасап отқан адамдар, бұл халық. Бұл жай ғана халық. Ешқандай ағасы, көкесі, жәкесі жоқ халық. Күнделікті күнкөрісін жасап жатқан халық. Салығын төлеп жатқан халық. Семьясын асырап жатқан халық. Құрметті президент, ұзақ уақыт 4 жыл бойы соттасып жатқан соттасудың нәтижесінде үлкен жеңіске жеттік. Бірақ оған қарамастан жергілікті атқару органы нақтылағандай Алматы қаласының әкімдігі соттың шешімін бұрмалап, соттың шешімін орындамай, қазіргі мынау кәсіпкерлерге қоқаң-лоққы жасап отыр. Сіздің бағдарламаңызға қарама-қайшы келіп, сіздің үндеуіңізге қарама-қайшы келіп, сіздің саясатыңызға қарама-қайшы келіп, қарама-қайшы іс-әрекеттер жасап отыр. Құрметті президент, мен сіздің бір бағдарламаңыздың аясында жер құқықтық қатынастарында мынау заңдылықты қамтамасыз етуге үлес қосып жатқан азаматпын. Әлде үлес қосуға дайынмын. Бір ғана өтінерім, бағдарламаңыздың аясында мынау рахат базарына жасап жатқан Алматы қаласының әкімдігінің тарапынан заңсыз әрекетке тоқтау қояйық. Заңсыз әрекетке араласуыңызды өтінеміз. Мынау заңсыз іс-әрекетке жол берген лауазым тұлғалар жауапкершілікке тартылуы тиіс. Ал рахат базары, ТКМ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің заңды жер пайдалану құқығы қалпына келтірілуі тиіс. Заңдылық осында, әділеттілік осында.